Сәлем достар, сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Бүгін біз керемет жұмсақ болып шығатын алмалы печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды және разрыхителімізді салып, әбден араластырып алатын боламыз. Разрыхителдің видеосы менің каналымда бар, қарап, танысып, өздеріңізге сақтап жасап алуларыңызға болады. Және де шекерімізді салып, әбден ұн мен шекерді араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында жылып тұрған майымызды қосып, ұнтақтап алатын боламыз. Енді осы массаның үстіне жұмыртқамызды салып, және 2 ас қасық қаймағымызды салып, әдемі етіп жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің осындай әдемі жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, кішкене 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз тынып жатқан кезде салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Ол үшін 2 алмамызды әдемілеп қабығынан аршып, осындай 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап алатын боламыз. Алмаларымызды ұсақтап турап алғаннан кейін табамызды отқа қойып, қыздырып алып, үстіне сары майымызды салып, осылай ерітіп аламыз. Ерітіп алғаннан кейін үстіне 3 қасық шекерімізді және жарты қасық корицамызды салатын боламыз. Салып, осы майда қыздырып ерітіп алатын боламыз. Әбден шекеріміз езілгеннен кейін үстіне туралған алмаларымызды салып, әбден осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің алманың салмасы дайын. Осылай міне әбден араластырып отырып, шекерімізді сіңдіре отырып, осылай пісіріп алдық. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көптеген қызықты видеоларды, видео рецепттерді менің балқаймақ арнамнан таба аласыздар. Мінекей енді тынып тұрған қамырымызды осылай алып, 4-ке бөліп, күлшелерге бөліп алатын болармыз. Күлшелерге бөліп алғаннан кейін жұқа етіп жайып, әдемі печеньеміздің формасын дайындайтын боламыз. Мінекей осылай күлшелеп, жайып, видеодағыдай сіздерде жасап көріңіздер. Бұл печенье өте дәмді, әрі жұмсақ болып, керемет болып шығады. Мінекей осылай нанымызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін ортасынан 4-ке бөліп, әдемілеп шетінен бір-біріне айқастыра отырып, осылай 3 сызықтан сызып, салмасын салып, әдемі печеньенің формасын келтіретін боламыз. Сіздер де осы видеодағыдай қылып жасап көріңіздер. Өте керемет әрі әдемі болып шығатын осындай мінекей біздің алмалы печеньеміз дайын болды. Мінекей осылай әркім қалауынша кесіп, осылай әдемілеп жасауларыңызға болады. Әрі қонаққа қойғанда да өте әдемі болып, ерекше печеньеміз дайын. Мінекей енді пергамент төселген табамызға қойып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Барлық құрамдарын описание қалдырып кететін боламын. Міне осындай бізде әдемі печенье шықты. Бетін жұмыртқаның
жұмыртқамен жағып алатын боламыз.